Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін Үндістанды, Шығысты және бүкіл әлемді өзінің талантымен жаулап алған Голливуд жұлдызы Рекха жайлы айтатын боламыз. Оның отбасылы еркекпен махаббаты қалай өрбіді? Күйеуі неге суицид жасады? Жалпы махаббатта жолы болмаған актриса ма? Барлығын баяндайтын боламыз. Егер сізге канал ұнаған болса, подписаться бастырмасын басып, жазылып, менің қазақша каналымды қолдауларыңызды сұранамын. Рекханы кейбіреулер өткен сәтсіздіктерінің артынан қуған тұлға ретінде көрсе, ал басқалар оның бойынан басқа актрисаларда жоқ керемет харизманы байқайды. Актрисаның тарихы өте қызықты. Оның махаббатта жолы болмады, жолдары дауылды болды. Рекха 1954 жылы 10 қазанда дүниеге келген. Оның шын есімі Бхануреха Ганешан, және ол танымал тамил актері Джемини Ганешан мен актриса Пушпафалидің қызы. Рекха некесіз туылған қыз. Оның әкесі Джемини Ганешан өзінің әкелігін мойындамады. Рекха әпкесі екеуі анасының тәрбиесінде өсті. Отбасында ақша болмады, сондықтан жас Рекха мектепті тастап кино әлемінде жұмыс істеуге мәжбүр болды. Ол өзінің мансабын 1966 жылы Рангула Раатхам фильмінен балалар актері ретінде бастады, және 3 жылдан кейін негізгі фильмінде басты рөлді сомдады. Рекха Голливудта жетістікке жететінін түсінді, сондықтан 1969 жылға қарай хинди тілін үйреніп сұранысқа ие актриса болды. Рекханың өмірбаяны құпиялар мен өсектерге толы, бірақ сәтсіздіктерге төзіп, айналасындағылардың айыптауына назар аудармай өмір сүруді жас актриса жас кезінен үйренген. Ол ешқашан өзінің рухын жоғалтпады, және бірнеше кітап шығару арқылы жанкүйерлерімен өз тәжірибесімен бөлісті. Бала кезінде Рекха стюардесса болуды армандады, бірақ анасының өтініші бойынша 12 жасында ол алғаш рет киноға түсті. Қыз бірден актерлық талантқа ие болды. Сондықтан оны бірден продюсерлер байқап, келісім шарт ұсынды. 14 жасында ол актерлық мансапқа назар аудару үшін мектепті тастады. Бірақ алғашқы рөлдер көңілсіздік әкелді. Себебі Рекханың денесінің толықтығы сынға алынды. Қыз үмітін үзбеді және йогамен айналыса бастады. Көп ұзамай ол қажетті нәтижеге қол жеткізді. Рекха 1970 жылы кинода жұмыс істей бастады. Дәл сол кезде ол әйгілі студия мен Голливудтың ірі продюсері Мехбуб ханның асырап алған ұлы Саджид ханмен кездесті. Ол Рекханың бірінші махаббаты болды. Алайда бұл қарым-қатынас ұзаққа созылмады. Себебі Рекханың жұмыс бастылығы махаббатқа кедергі болды. 1970 жылы Жаңбырлы күз фильмінің түсірілімінде Рекха актер Навин Нисчолмен жұмыс істеді. Ол өзінің сабырлы мінез-құлқымен, қыңыр табиғатымен танымал еді. Ол үйленген адам болатын, ал жұбайы онымен әрдайым жұмыста бірге жүретін. Нисчол ханым болмаған күндері Навин жас Рекхаға көп көңіл бөлді. Бірақ бұл романның болашағы болмады. Навин тыныш отбасылық өмірді таңдады. Сонымен бұл оқиға тез аяқталды. Көп ұзамай Рекха Голливудтың өсіп келе жатқан жұлдызы Джитендра есімімен танымал Рави Капурмен кездесті. Джитендра ол кезде плейбой жігіт даңқына ие еді, және бала кезінен сүйіктісіне қарамастан ол өзінің флирт мінезімен танымал. Рекха көп ұзамай оған ғашық болды. Ол бұл қарым-қатынасқа өте байыпты қарады, бірақ Джитендра тарапынан флиртпен шектелді. Қарым-қатынас тағы да ұзаққа созылмады, және көп ұзамай қауесетсіз аяқталды. Бұдан әрі Рекха өсіп келе жатқан актер Шатрукхана Синхан қасынан жұбаныш тапты. Бұл тіпті өте аз уақытқа байланыс болды. Олар өте тез қоштасты, және әрқашан бұл тақырыпты талқылаудан аулақ жүрді. 1970 жылдардың ортасында Рекха актер Винод Мехрамен жұмыс істеді. Винод Рекхаға ғашық болды. Қыздың нәзік сұлулығы оны баурап алды. Көп ұзамай Рекханың өзі де оған деген сезімге бой алдырды. Жұптар ажырамады, күн сайын бірге болды. Бәрі Винод пен Рекханы некеге тұрады деп күтті. Бірақ Винодтың отбасы қарым-қатынасты құптамады. Көп ұзамай Винод пен Рекха айырылысып кетті. Зұлым тілдер Винод болмаған кезде Рекха белгілі бір Яш Кахолимен байланысқа шықты деп қауесет таратты. Винод оларды бір рет ұстап алып, Рекханы бірден тастап кетті деп таратылды. Сонымен бұл жігіт кім? Рекха Яш қоғамдық іс-шараларының бірінде кездестірді. Рекха ол кезде ақыры өзінің өміріндегі махаббатын кездестіргенін сезген. Жұптар жасырын кездесті, бірақ соңында айырылысып кетті.
Айырылысқан соң Рекка танымал кино зұлымы Дживанның ұлы болған Винод Мехраның ең жақын досы Киран Кумардың құшағына барды. Киран шарапқа құмар жігіт болды. Бұл Рекка үшін өте қауіпті болды және бұл қарым-қатынасты Яштың қызғанышын ояту үшін жасағанын мойындады. Айырылысу көп күттірмеді. Осыдан кейін Рекканың өміріне енген адам бұрынғы барлық романдар мен қауесеттерді көлеңкеде қалдырды. 1975 жылы Рекка екі байланыс адам фильм түсіруге келісімшарт жасады. Бұл оның актер Амитаб Баччанмен алғашқы фильмі болды. Олар бұрын таныс емес екі адам аз уақытта барлық уақыттағы ең әйгілі махаббат хикаяларының кейіпкерлерін сомдады. Тіпті араларында ұшқын пайда болды. Барлық жанкүйерлер Рекка мен Амитаб Баччанның романын талқылады. Олардың байланысының қызғандығы соншалық Рекка мен Амитаб Баччан бірге 10 фильмде ойнады. Олар бір-біріне ессіз ғашық болған және олардың ортақ достарының бірінің бунгалосында үнемі кездескен деп айтылуда. Бұл таңғажайып құмарлық жарқын қарым-қатынас болды. Ол кезде Амитаб басқа әйгілі үнді актрисасы Джая Бхадуриге үйленген. Баспасөзде Амитаб пен Рекка бірге серуендеп, сүйісіп тұрған фотосуреттер пайда болды. Бірақ әйелі күйеуінің қарым-қатынасын байқамаған кейіп танытты. Бүкіл ел олардың романтикасын талқылады. Рекка актер ол үшін отбасынан кетпейтінін түсінді. Бірақ бір күні Амитаб түсірілім алаңда жарақат алып, қарым-қатынасты тоқтатты. 6 күн комада жатқан ол отбасына оралды. 1980 жылдар Рекка ұятсыздықпен шектесетін фильмдерде көріне бастады. 1990 жылы Рекка Дели кәсіпкері Мукеш Агарвалмен кездесті. Мукеш Рекканың сұлулығы мен харизмасына таңғалды. Ол Реккаға үйлену туралы ұсынысын айтуға ұзақ уақыт бойы бата алмады. Алайда Рекка оған оңай иә деді. Ақыры Рекка тұрмысқа шығып, өмір бойы армандаған нәрсені алды. Заңды тегі. Ол Агарвал ханым болды. Мукеш Агарвал Делиде электроника саласында сәтті жұмыс істеді. Ерлі-зайыптылар сыртқы жағынан өте бақытты болып көрінгенімен, қуаныш ұзаққа созылмады. 1991 жылы Мукеш өз-өзіне қол жұмсады. Үйлену тойынан бері бірақ жыл өткен. Рекка ол кезде ақшта болған. Бұл әрекеттің нақты себептері туралы көп нәрсе белгісіз. Бірақ жас жұбайлардың қарым-қатынасы некеден бірнеше апта өткен соң салқындаған. Олар тіпті бірнеше ай телефон мен хат арқылы сөйлескен. Журналистер мен кино қайраткерлері Рекканы қара жесір деп атады және оның жұбайының өліміне оны кінәлады. Талантты актрисаға бұл үлкен соққы болды. Бірақ бұрынғыдай Рекка өзінің төзімділігінің арқасында жанжалға, қауесетке шыдады. Небәрі 5 жылдан кейін Рекка өзінің өткен оқиғаларын тағы да қайталады. 1996 жылы ол ойыншылардың патшасы фильмінде Акшай Кумармен бірге көрінді. Ол сол кезде Голливудта қыздардың жүрек жаулаушысы болды. Сол кезде Акшай Тандон Равинамен қарым-қатынаста болды. Бірақ бұл қарым-қатынас Голливуд Казановасының өзінен 10 жас үлкен әріптесімен флирт жасауына кедергі болмады. Акшай мен Рекканың жақындылығы күн сайын күшейе түсті. Сондықтан Равина араласуға мәжбүр болды. Ол Реккадан ашық түрде шегінуді өтінді. Бұл қысқа мерзімді романс болды. 1981 жылы Рекканың Рабыня таспасы үлкен экрандарға шықты. Рекка Тараның рөлін ойнады. Тағдырлы үй иесі Болливудтың кек алу шедеврі 7 жылдан кейін экранға шықты. Режиссер Ракеш Рошаның фильмі Азиядан тыс жерлерде танымал болды. Артирдің рөлін Рекка сомдады. Ол бір қатар сахналарда макияжсыз түсірім жасау үшін режиссердің шарттарына көнді. Ол көптеген Үндістанның хитке айналған фильмдерінде Митхун Чакраборти, Мандакини, Амрит Пал және Джитендра сияқты Голливуд жұлдыздарымен бірге ойнады. 2006 жылы биші драмасы кассаға шықты. Бұл фильмде адамның бірегейлігі, оның даралығы және мінезінің қырлары бейнеленді. Бұл рөлді Рекка аса шеберлікпен алып шықты. Алайда осы фильмнен кейін Рекка экранда біраз уақыт көрінуді тоқтатты. Тек 2013 жылы оның қатысуымен Шекарасыз махаббат фильмі шықты. Онда Хема Малини мен Риши Капурда ойнады. Бірақ картина кассада сәтсіздікке ұшырады. Сол жылы актриса Падмашри азаматтық сыйлығын жеңіп алды. 2 жылдан кейін ол Раджа Сабханың мүшесі болып тағайындалды. Онда ол 6 жыл жұмыс істеді. Кейінірек Рекка кино мансабын қайта бастауға тырысты және Обсессия фильмінде түсірілімге қол қойды. Бірақ ол өзінің іс-әрекетінің себептерін көпшілік алдында түсіндірмей, осы жобаның жұмыс алаңынан кетті.
Екінші әрекет сәтті болды. Супер әже 2014 жылы Дивали мерекесіне шығарылды. Актриса көрермендерді қызықтырды. Бір жылдан кейін жанкүйерлер Балканың Шамитапов жобасында Рехканы көргендеріне қуанды. 2018 жылы МЛА комедиялық фильмі шықты. Онда жұлдыз қосалқы рөлде пайда болды. Актриса жалпы қоршаған ортаны қорғаушылар қатарында экологиялық акцияларға қатысады. 2023 жылы ол журналдың мұхабасына түсіп, өзінің тартымды сұлулығын қайта көрсетті. Анжана Сафар фильміндегі Рехка мен Безваджи Чаттерджидің сүйісі цензураға байланысты картинаның шығуын тежеді. Бірақ ашық фотосурет Life журналының азиялық басылымының бетіне түсті. Бұл актрисаның мансабына кері әсер етті. Экран жұлдызы осы жобада жұмыс істеуге алданып қалғаны туралы көпшілік алдында мәлімдеуге мәжбүр болды. Рехка дененің мінсіз пропорцияларына қол жеткізді, бірақ әрқашан жамбасының еніне риза болмады. Актриса жануарларға бейжай қарамайды. Оның үйінде Писти есімді иті болған. Рехка саясат пен қоғамдық өмірде өз атын шығарған әйелдердің талантына тағзым етеді. Бұлар Индира Ганди мен Опра Уинфри. Зергерлік бұйымдардан атақты білезіктерді жақсы көреді. Ол шифон әшекейлерін жинайды. Олардың көпшілігі алтынмен кестеленген. Қазір Рехканың отбасы оның жиені Навид. Олар Мумбайға қоныстанды. Онда актрисаның бассейні мен бақшасы бар үлкен саяжайы бар. Рехка қазір тыныш өмір сүруде. Ол өз өміріне ешкімді кіргізбейді. Тек Фарзанадан басқа. Барлық іс-шараларда Рехкамен бірге жүретін, онымен бір шаңырақ астында тұратын оның хатшысы және көмекшісі. Сирек кездесетін керемет сұлулық, мінсіз дене пішімі, харизмаға ие үнді сұлуы Рехкаға жайлы өмір, бақыт тілейміз. Үнді актрисасына қатысты ойларыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Құрметті көрермен, каналым ұнаса, алдағы уақытта да жіберіп алмау үшін подписаться бастырмасын басып, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Алда көптеген жұлдыздардың өмір жолдары баяндалатын болады.